Сәлем достар, бүгін біз 4-ші сыныпқа арналған ағылшын тілі пәні бойынша жаттығуларын орындайтын боламыз. 31-ші бет, бірінші жаттығу. Checkpoint 2. Бізде бірінші жаттығуға келетін болсақ, rate and number. Бізде бұл жерде 6 сурет көрсетілген. Яғни осы 6 сөздің өзінің ағылшын тіліне аударғанда аудармасы бар. Яғни бізде бірінші суретте көрсетілген қайықпен жүзіп бара жатыр адам. Бізде номері көрсетілген 0, row a boat. Енді екінші суретте бізде палка көріп тұрмыз, екі ағаш. Бізде болады 6, яғни 5-ші номердегі сөздік тұратын болады. Және де 3-те бізде тұр. 3-те бізде тұр, бізде бұрынғы тақтайдан жасалған шелек десек болады, Бізде болады бұл жерде 3 болады. Wooden bucket. Яғни бізде 4-шісінде болады, үйді көріп тұрмыз, 4-шісінде болады бізде long house, ұзын үй, Бізде 5-ші суретте болады 1 hund. Өткен садағатан деп жатыр, адам. 6-ші суретте бізде болады 4 болады loom. Ендеше екінші жаттығуға көшеміз. Бұл жерде де дәл солай ұқсайды, Суреттер көрсетілген. 6 сурет негізінде. Бір сұрақтың жауабын бізге қойып қояды әдейі, бізге мысал үшін. Look and complete деп тұр. Бұл жерде бізде абзац бар, яғни жоқ жолақ тұр. Яғни біз бұл жерде переводын, яғни аудармасын аударатын боламыз. Бізде бұл жерде көрсетіліп қойған library, яғни кітапхана, библиотека, Бізде бірінші суретте көріп тұрсыңдар, балалар, театр. Суретте айдын анық көрініп тұр, яғни бұны тек қана аудармасын жазсақ болды. Театр, театр болады. Бізде екінші аттракцион, бізде аттракцион. Балалар ойнайтын, яғни көңіл көтеретін жер. Бізде болады аудармасы funfair. Funfair болады. Яғни үшінші сөйлемде біз көріп тұрмыз, суреттен кафе сурет тұр, яғни бұл асхана, кафе ішетін жер. 4-ші суретте бізде көріп тұрмыз миссию. Бесіншісінде бізде болады swimming pool. Swimming pool. Ендеше, үшінші жаттығуға кеттік, rate and choose. Бізде бұл жерде таңдаймыз, Осы шақ, келер шақ, және де өткен шақ болып бөлеміз. Яғни сөздің мәніне қарай иде жалғаймыз, болмасам өзінің вариантыңды жазамыз, Міне екі вариант тұр. Бізде to addict lived many years ago. Бұл жерде бізде ацеки өте ұзақ өмір сүрді деп тұр, Lived many years ago. Енді біз тапсырмаға көшейік. Бірінші тапсырмада we like абзац to the museum.
яғни бізде болады бұл жерде бірінші жауап, яғни а болады, going болады. Going болады. Екіде бізде they didn't absent to the party yesterday. Бізде болады came болады. Приходит. Үште болады бізде let's go to the search the new party, new play. Бізде болады бұл жерде to see. Төртіншісінде болады we want, абзац, same, we, clothes. Яғни осы екі сөздің біреуін таңдауымыз керек. To buy болады, сатып аламын. Сатып аламыз, я? Яғни 5-те болады бізде didn't болады. Didn't болады. Мына балдар жауабын мен белгілеп кеттім. Мына пайдалы болса, ары қарай көруді жалғастырамыз. Төртінші жаттығуда бізде make sentence деп тұр. Яғни осы сөйлемге керекті сөйлемдерді біз қойып шығуымыз керек. Яғни бізде Қайрат go on a school bridge. Кешіріңдер, балдар. Қателесіп кеп жатырмын. Trip. Бұл жерде бізде Қайрат туралы айтып тұр. Бұл Қайрат мектепке барған ба? Барды ма? Екінші сұрақта болады how it was. Сөйлемді дұрыс қоямыз. How was it? Үште болады бізде where did you go? Сөйлемді дұрыс қоямыз керек. Балдар. Төртінші сұрақта бізде болады. Яғни сөйлемді дұрыс қойып шығуымыз керек. What did you do? Балалар, бізде бұл тақырыпта екі суретпен жасалатын жаттығу болды, және де екі жаттығу таңдалатын, және де сөйлемдерді орнына қойып шығу болды, Бұл ағылшын сабағы ұнады деп ойлаймын. Каналға жазылып тіркеліп кетіңіздер. Осымен сабағымыз тәмам. Керек болса жазып түйіп алыңыздар. Каналға жазылып тіркеліп кетіңіздер. Рахмет.